Сәлеметсіздер ме? Мен Тобыл қаласындағы Гүлдер бөбекжайының тәрбиешісі Мадина Батырханқызы. Бүгін мектепалды тобында зерттеуді өткізетін боламыз. Сәлеметсіздер ме, қыздар? Сәлеметсіз бе? Айша. Менің атым Айша. Менің жасым 6-да. Менің атым Сезім. Мен 5-темін. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, бүгін мен сендерге алдарында не көріп тұрсыңдар? Bir айтсаңшы. Мындың, сен тәтті кәмпиттер, яғни сосын стакан, су, газдалған сусын. Енді балалар қараңдаршы, мен сендерге зерттеуді көрсетемін. Мынаның түрлері қандай? Тәттілердің? Әртүрлі. Түстері олардың боялған ба, әлде боялмаған ба, табиғи түс пе екен, осыны зерттеп көреміз бе? Я! Жарайды, онда ал ендеше олай болса, Айша, сен алып, былай шеңбер қылып тәрбиенің бойына жинап қоя ғой. Ал Сезім, сен мында бір түсті, мында бір түсті, мында бір түсті салып жинай ғой, қане салыңдар. Салыңдар. Жақсы. Жарайсыңдар қыздар. Сезім, сен қандай түстерді жинадың? Сары, қызыл, жасыл. Айша? Мен әртүрлі түстерден шеңбер жасадым. Жақсы. Енді Сезім, сен стақандарға газдалған сусыннан құйып шық. Үмімін үстін, тәттілердің үстін жауып, былайша құй. Ал сен жай суды құйынан ішіне. Әнеке көрейік сонда не болатын? Көкет Сезім, болды Айша, сен болды, тағы құя қой. Мұнда құя қой енді. Енді мынаны араластырамыз. Мұнда істемес, тек қана суды араластырамыз.